Ассалаумағалейкум қазақ елі. Инвестиция жасау кезде бір мінсіз компания болмайды. Мінсіз бір оны таңдауға арналған формулалар да болмайды. Алайда біз зерттеулер жүргізіп, оны барынша көп табыс алып келетін компанияларды салыстырмалы түрде тәуекелдігі төмен компанияларды анықтауға болады. Біз бүгін соны саралап көреміз. Ол үшін сіз таңдаған компанияның қай салада жұмыс жасайтынын, қандай қызмет беретінін, қандай тауар ұсынатынын, компанияның табысы мен шығыны, компанияның жоспары, оның активтеріне көңіл аудару керек. Сонымен қатар компанияның бірінші орынбасарының да халық алдындағы имиджі мен репутациясын да білуіміз керек. Сонымен қатар ол компания қай мемлекетте өндіреді, қай мемлекетте жұмыс жасайды, ол да өте жоғары өзінің белгілі бір нәтижесін береді. Не үшін дейтін болсаңыз, бірінші сұрақ, мысалға жаңа қай компания қандай салада жұмыс жасап жатыр. Мысалға 2020 жылы ковидті еске алатын болсақ, сол жылдары инвесторлар ковидтің пандемияның только басталған кезінде Модерна, Новавакс, Джонсон & Джонсон, Pfizer деген сияқты компанияның акцияларын тез сатып алған үлгерген адамдар, олар өздерінің активтерін бірнеше есе өсірді. Неге? Өйткені ковид басталды деген кезде, барлық границалар жабылған кезде, барлық компаниялардың акциялары бірдей дерлік құлаған болатын. Сол кезде бұл компаниялардың қалай болғанда да мемлекет оларға көптеген инвестиция жасап, олардың қаражаттарын көбейтіп, жаңағы бізге адамдарға қажетті вакцина жасайтын болғандықтан оларға көп ақша салынған болатын, және сәйкесінше олардың акциялары 2 еселенді, 3 еселенді тіпті. Кейбір компанияларға 5 еселенген болатын. Сол сияқты, сол ковидтің кезінде бәрімізге белгілі болған Zoom компаниясы бар. Zoom компаниясының акциялары $60-дан $500 дейін көтерді. Сразу емес, бірақ біртіндеп ол компанияның акциясы көтерілген болатын. Сол Zoom арқылы қаншама сабақ өткізілді, қаншама жиналыстар өткізілді, қаншама тіпті жаңағы сот процестерді сол Zoom арқылы өткізілген болатын. Қазір ол компанияның акциялары сол ковидтің кезінен дейінгі деңгейге түсіп кетті, бірақ қанша адамдар сол кезде соны түсініп, өздерінің қаражаттарын көбейтіп алған болатын. Сондықтан ол компания қандай өнім өндіреді, оның өнімдері қазір қаншалықты қажетті және қай кезде қажетті болатын алдын ала жоспарлап отыратын болсаңыз, өте жақсы нәтижеге алып келуі мүмкін. Компанияның табысы мен шығыны. Бұл көрсеткіш не үшін бізге керек? Мысалға, компания деген шығыны көбейіп жатып, шығыны көбейіп, табыс азайып жатса, демек ол компанияның менеджерлері, топ менеджерлері, басшылары дұрыс жасамай жатыр деген мүмкіндік түсіндіру мүмкін. Сол үшін дұрыс саралау керек. Ол компания мүмкін акциялар түсіп кетуі мүмкін сол себепті. Өзіңіздің қаражаттарыңыз жоғалтып болмас үшін ол көрсеткіштерді де үнемі тексеріп отыруыңыз керек. Жаңа айтып кеткен компанияның бірінші басшысының да оның халық алдындағы имиджі мен репутациясын үнемі білген дұрыс деп есептеймін. Себебі не? Tesla компаниясының басшысы Илон Маск. Оны білмейтін адам жоқ енді. Сол Масктың өзінің имиджі, өзінің андай үлкен бір көпшіліктің артындағы бір өзінің репутациясының арқасында Tesla компаниясының акциялары үнемі жоғарылап отырады. Көптеген мамандардың айтуы бойынша, ол компанияның акциялары бірнеше есе төмен, переоценен деп атайды. Демек, оның акциясының негізгі шынайы құны бірнеше есе төмен дейді. Бірақ халық оған қарамастан сатып алып жатыр, және акциялары көтеріліп жатыр. Сол акцияның көтерілу себебінің бір себебі сол Илон Масктың өзі деп атауға болады. Сонымен қатар, әрине компанияның қай мемлекетте орналасқанын, қай мемлекетте жұмыс жасайтынын, қайда заводтары және филиалдары барын біліп отыру, және ол мемлекеттегі экономикалық және саяси жағдайды да біліп отыру дұрыс. Себебі, мысалы, кешегі Ресей мен Украина арасындағы қақтығыстардан көптеген компаниялар, көптеген адамдардың акцияларын сатып үлгерген жоқ. Сол себепті осы күнге дейін Ресей Федерациясының компанияларының көбісі портфельде бостан-босқа тұр. Я сата алмайды, я басқа ештеңе істей алмайды. Сол сияқты жағдайларды негізі алдын ала үнемі қадағалап отыру керек, және мүмкіндігінше тез шешім қабылдап сататын жерде сатып жіберу керек. Қазір көптеген адамдар, көптеген инвесторлар Қытайдағы мүмкін шиеленіс, жаңа Тайвань менен шиеленістің болу мүмкіндігін ескере отырып та,
және мемлекет басшысының да жүргізіп жатқан саясатына байланысты да акцияларын сатып өздерінің қаражаттарын шығарып жатыр. Сол себепті осы соңғы 1-2 жылдықтың аралығында көптеген Қытайдың акциялары, компанияның акциялары түсіп жатыр, құлдырап жатыр. Қорыта айтатын болсақ, компанияның акциясын сатып алу кезінде күрделі анализ жасау керек. Инвестор тек халықтың аузында жүрген компанияларды сатып алу дұрыс емес. Бұл компаниялардың табысы қандай, оның шығыны қандай, оның қаншалықты дивиденд береді, оның қарызының бар жоғы, бизнес қай жерде орналасқан мемлекет, сол мемлекеттің саясаты, экономикалық жағдайы, жаңағы айтып жатқандай басшысының елдің алдындағы абыройы, басқа да жаңадан өтіп жатқан технологиялардың қабылдауы, бұның бәрін ескерту керек. Ол жағдайларды ескертмейтін болсаңыз, жаңа бір формуламен санап шығатын болсаңыз, қазір формулалар көп, сол формулалармен есептеп шығатын болсаңыз, онда сіз дұрыс компанияның акциясын сатып алмауыңыз мүмкін. Сондықтан акцияны сатып алатын кезде жан-жақты қарастыру керек. Видео ұнаса лайк басып, подписка жасап, қоңырауды басуды сұраймын. Себебі солай қазақша контенттің көбейіп, өз отандастарымызға финансылық сауаттылықты дәріптеуге мүмкіндік пайда болады.